Халаттыларды аямай сабап, мәйітті ұрлап кеткен Алматы облысы Талғар аудандық ауруханасында марқұмның туыстары төбелесіп, дәрігерлерді жансақта өлімінен бірақ шығарды. Азаматтардың бұлайша ашуға болуына мамандардың салғырттығы себеп көрінеді. Олар өз аяғымен келген жақынымызды өлтірді деп жанжал шығарған. Ал жұдырғы астында қалған қызметкерлердің жағдайы қазір ауыр екен. Медициналық мекемені дүрбелеңге салған жанжал 19 қыркүйек күні таңғы 9-дар шамасында болған. Куәгерлердің сөзінше, әкесінің қазасын естіген ұлдары реанимация бөліміне баса көктеп кіріп, дәрігерлерді тепкінің астына алған. Шамына тегендерді шалқасынан түсірген соң ашуға булыққан зіңгіттей жігіттер 64 жастағы марқұмның мүрдесін жылжымалы кереуетке артқан күйі рұқсатсыз алып кетіпті. Сөйтсе науқас сол түні 3:30-да жедел жәрдеммен жеткізіліп, 2 сағаттан соң жүрегі тоқтап қалған көрінеді. Жақындары оған дәрігерлерді кінәлап байбалам салған. Уақытылы келген кезде мүмкін қайда бір көмектер болуы мүмкін еді. Бірақ уже кеш келгеннен кейін асқынулар, көптеген асқынулар болғаннан соң осындай жағдай болды. Обязательно 102-ге хабар береміз. 102-ні рұқсатынсыз біз денені бере алмаймыз. Бірақ та ол кісілер оған көнген жоқ. Дәл осы жерде жасалған шабуыл салдарынан 3 бірдей халатты зардап шеккен. Біреуі амбулаторлық емге жіберіліпті, қалғаны қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер реаниматолог пен мергердің жағдайы ауыр, айығу үшін айлар керек деп отыр. Екі біздің әріптесімізді реанимация бөліміне есінен танған күйде ауыр халде жатқызылды. Реаниматолог дәрігеріміздің көзіне зақым келген, жабық бас ми жарақаты, бас миының соғылуы, басының шашты бөлімінің терасты гематомасымен және де маңдай бөлімінің жырылған жарасымен медбратымыз бас миының соғылуы, мұрын сүйектерінің жабықсынуымен тоже кеше түсті. Облыстық полиция департаменті дәрігерлерді жазым қыла жаздаған 2 күдіктіні қамауға алыпты. Сараптамалар тағайындалып, тергеу басталған. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабы 2 бөлігі бойынша аудандық полицияда тіркелді. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Талғар ауданының полиция қызметкерлері 1987 және 1994 жылғы 2 күдікті тұлғаларды анықтап, қолға түсірді. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін сараптамалық тексерулер тағайындалуымен тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Денсаулық сақтау министрлігі де үнсіз қалмады. Дәрігерлерді соққыға жыққандарды жазалауды талап етті және медицина қызметкерлерінің қауіпсіздігі мен құқығын қорғайтын заң қабылданатынын мәлімдеді. Шабуыл жасаған адамдар заңның барлық талаптары бойынша жазалануы тиіс. Дәрігерлерге жасалған мұндай қаскүнемдік шабуылдар ауыр пациенттерге медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымның қызметіне араласуға мүлдем жол берілмейді. Алайда марқұмның туыстары бұл істі жан-жақты әділетті қарауын сұрайды. Сөздерінше аудандық аурухана өз аяғымен барған адамға медициналық көмекті дұрыс көрсетпеген. Бұл бірінші жағдай емес деген олар түйткілдің тағы бір себебі парақорлық деп отыр. Талғар ауруханасын өздеріңіз білесіздер, бүткіл халық біледі. Бұл жерде жаңағы мәйітті алу үшін бәрінше пара сұрайды екен. Олар мәйітті уақытысында бермегеннен кейін, екіншіден кейін жаңағы ұзақ созғаннан кейін, үшінші мәселе жаңағы күле қарап, жаржалаң деп тұр дейді, біздің басымызда қайғы болып жатса. Сондықтан жас бала қызулықпен жаңағы бір-екі қойып қалған. Десе де айыпты тарап ашуға беріліп, ақ халаттыларды соққыға жыққанына өкініп отыр. Бұл мәселеге қарапайым қызметкерлер емес, былыққа жол берген мекеме басшылығы кінәлі дейді. Сондықтан алдағы уақытта аудандық аурухананы сотқа бермекші. Айзада Оразалы, Сағындық Нарықов, Еуразия 1 арнасы, Алматы облысынан.